Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге тез дайын болатын сүпелі шарлар, творожный шарики рецептісімен бөлісемін. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Рецепттер ұнаған болса, лайк қойып пікірлеріңізді жазыңыз. Жаңа бейнеммен достарыңызбен бөлісіңіз. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Керек ингредиенттерді дайындаймыз. Ол үшін сүзбе, жұмыртқа, қант керек болады, жоғарғы сорт ұн қопсытқыш, жұмсақ сары май, кішкене тұз және творожный шариктерді пісіруге сұйық май қажет болады. Описанияға керек мөлшерлерін жазып қоямын. Сүзбенің үстіне жұмсақ сары майды саламыз. Блендердің көмегімен безіп аламыз, қою массаға айналғанша. Сүзбелі масса дайын болды. Ұнға 2 шай қасық қопсытқыш салып, дайындап аламыз. Таза құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, үстіне кішкене тұз салып, көпіртіп аламыз. Енді үстіне аз-аздап қант салып, ағарғанша көпіртіп аламыз. Енді үстіне сүзбелі массаны салып, біріктіріп араластырамыз. Массаның үстіне қопсытқыш салынған ұнды аз-аздап сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Силиконовый ковриктің үстіне ұн сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 10 минутқа бетін жауып, тындырып қоямыз. Қазанға сұйық майды құйып, пешті қосып, майды қыздырамыз. Сұйық май қызғанша тындырып қойған қамырдан шай қасықтың көмегімен үзіп алып, алақанымызбен домалатып шариктер дайындаймыз. Менде осы қамырдан 55 дана шариктер шықты. Қызып тұрған сұйық майға шариктерімізді салып, орташа отта пісіреміз. Сұйық май өте ыстық, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Піскен шариктерді қағаз майлыққа салып, артық майлардан сорғытып аламыз.
Творожный шарикилерimiz дайын болды. Дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шықты. Бетіне сахарный пудра септім. Осы рецептпен салмағы 760 грамм творожный шарики шықты. Жаңа рецепттерімді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.